Үшінші түн. Бұл түні оңаша үйде алданыш болмай, патшаның қолы босасымен әңгіме бастала берді. «Ей, ұлы бақытты патшам!» Екінші жолаушы әңгімесін аяқтаған кезде, үшінші қашыр мінген жолаушы орнынан тұрды. «Ей, диюлардың патшасы! Осы кісінің 1/3 қаны маған қалғандай болды. Менің де осылардікіндей қашырма байланысты әңгімем бар. Егер осыларға қойған міндетті маған да қойып, менің әңгімем көңіліңізге ұнаса, 1/3 қанын берсеңіз, айтуға рұқсат етіңіз» деді. Дию басын изеп, ризалық ишаратын білдіріп, рұқсат етті. «Диюлардың патшасы, бұл қашыр емес, неше жыл құшағымда жатқан қатыным. Мұның қылмыңдаған мінезі мені өте қызықтырушы еді. Өзім сәудегер болып, дүние жетіп тұрған соң, керек деген затын екетпей түгел орындап әкеліп отырдым. Кеміссіз дүниенің ортасында жасады бұл қатын. Бір кезде өлмей көз тоймайтын дүние мені ұзақ жолға итермеледі. Қаладан қала кезбесең, сауданың жөні келмейді. Саудаға шықтым. Пайданың қызығына түсіп, 1 жыл өткізіп, түнделетіп үйіме келдім. Сағынып келген қатынымның бөлмесін ашып қалсам, еңгезердей есігімде жүрген қарағұлымды қатыным құшақтап жатыр екен. Есіктің сартылымен оянып кеткен қатыным көзі маған түсті де, қасында тұрған бір көзе суды бір дуа оқып, маған шашты. Су денеме тиісімен керсендей бір төбет болдым да қалдым. Аяғымнан шешкен кебісімді өзіме лақтырып, қорадан жөнкілтіп қуып шығарды. Адамдық бейнеден айрылған соң, қуған қатынға не істемексің? Ит болған соң көрген күнің не болмақ? Көшенің еріккен иттері бөтен итті көрсе, жабыла түсетін әдет емес пе? Олардың ермегі мен болдым. Қия басудан қалдым. Бассамақ болғаны жабыла талайтын болды. Бұрын ит болып үйренбеген басым, тамақ жеуге де мүшкіл болды. Мен сияқты ессіз иттердің айналатын жері қасапшының алды болады екен. Мен де соған бардым. Қасапшы етін бұзғанда сүйектің жаңқасы еттің безін сылып лақтырып тастайды. Соның өзі бір итке жеке тисе, бір патшалық емес пе? Көшедегі иесіз ит жалғыз мен емес, бұралқы ит толып жатыр. Тамақ үшін қырғын талас. Азудың мықтылығымен ақ күн көреді. Мен де таласып тармасып, сол жерден күнелттім. Ол пұлын молырақ тастайтын бір қасапшының алдына үйір болып, бірнеше күн өткіздім. Бара-бара бойым үйреніп, сол дүкенді меншіктеніп алдым. Қасапшының бөтен кісісіне үріп, таныс кісісіне еркелеп, құрмет көрсеттім. Алғашқыда адырайып қарайтын қасапшы бірте-бірте бойы үйреніп, «Бұл бір жақсы ит, адам сияқты айтқанға түсінеді, жақын мен жатты айырады, дүкеннің алдынан қия шықпайды» деп мақтап жүрді. Әлде қандай көңілденіп, бір күні қасапшы үйіне ертіп барды. Үйінде бой жеткен жалпақ сары қызы бар екен. Мені көрді де ұялып бетін бүркеді. Әкесі таңырқап, кімнен ұялғанын сұрады қызынан. Қызы: «Сіздің ит деп ертіп келгеніңіз адам, мен сонан ұялдым» деді. «Олай болса, сен мұны адам қыл, көрейін» деді қызына. Қызы бір керсен суға дем салды да, маған жаңбырдай жаудырып шықты. Сол су денеме қалай тиді, солай мен адамдық қалпыма келдім. Қасапшыға уақиғамды түгел айтып болғаннан соң, қызға жалындым. «Менің қатынымды дуамен түсін өзгертіп бермесең, мені тірі қоймас» дедім. Ол маған бір көзе суға дуа қылып берді де, «Қатыныңның ұйықтап жатқан уақытын тауып, үстіне шаш. Көңілің нені қаласа, сол болады» деді. Мен қатынымның ұйқыдағы уақытын тауып, үстіне суды шаштым да, «Қашыр бол» дедім. Қашыр болды. Сонан бері жапан түзді, құба жолды кешіп, алыс сапарларға мініп жүрмін. Қашырым сол қатыным еді, деп сөзін аяқтады. Дию бұған өте таңырқап, «Сен қатыны екенің рас па?» деп қашырдан сұраған екен. Қашыр рас дегенде ишаратпен басын изепті. «Бұл да бір қызықты уақиға екен» деп, Дию сәудегердің қанын түгел кешіп, өлімнен құтылыпты, деп Шахаризада да сөзін бітірді. Дүниязада: «Түн ұзақ апа, бұл әңгіменің әлі де аяғы бар сияқты еді ғой, айта түссең қайтер еді» деп тілек білдірді. Оған патша мейірімді раймен: «Жататын уақыт болды, ендігі әңгімені ертең кешке айтсын. Әңгіме аяқталмай Шахаризада өлмейді» деп сүйіндірді. Патша мен Шахаризада оңаша үйге кірді.
Дүниязада қонақ үйге барып ұйқыға кетті. Ертеңіне ордадан қайтқан соң кештетіп әңгіме қайта қозғалды.